қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада ағзаға пайдалы тағамдар тізбесі: жидектер, ат бұршақ, жаңғақ, қаймағы айырылмаған сиыр сүті, майлы балық, мал еті, жұмыртқа, орамжапырақ, алма, сарымсақ, пияз, анар, көк шай. Және бұл тізімге қазақ халқының ұлттық тағамдарын да қосар едім. Олар бие сүті, түйе сүті, бешбармақ, құрт. Себебі бұл тағамдар құнарлы әрі дәрумендерге бай тағам түрлері. Ой түрткі сұрақтарына жауап: мен қазақ халқының ұлттық тағамдарын жақсы көремін. Екінші, денсаулыққа пайдасы жоқ біз тұтынатын тағам түрлері өте көп деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Ал екінші тапсырмада бірінші топқа мәтіннің соңғы азат жолындағы кідірістерді көрсетіп жазып шығуымыз керек. Ол сіздерге бейне сабақта көрсетілген. Екінші тапсырманы бірінші топ осылайынан орындап көшіріп жазып алуларыңызға болады. Екінші тапсырма бірінші топтың жалғасы мәтіннің осы жерде көрсетілген. Екінші топ жаңа сөйлем құрастырамыз. Невропатолог әрі диетолог Джонни Боуден Американың ең атақты мамандарының бірі ретінде нәрлі заттар мен пайдалы майларға, сондай-ақ дәрумендер мен антиоксиданттарға бай 12 тағам түрін анықтады деп бірінші азат жолдағы кідірістерді алып жаңа сөйлемді құрастырып жаздық. Ал үшінші топ берілген мәтін мазмұны бойынша біз сұхбат құрастырамыз, және бұл сұхбатта 3 түрлі интонация қолданылған. Олар сұраулы, хабарлы және логикалық екпінмен кідіріс болып табылады. Журналист: Джонни Боуден мырза, сіз денсаулыққа ең пайдалы 12 тағам түрін анықтадыңыз деп естідік. Айтыңызшы, бұл өнімдердің ерекшелігі неде? Боуден: иә, бұл тағамдардың құрамында нәрлі заттар, дәрумендер, минералдар, антиоксиданттар және пайдалы майлар бар. Олар адам ағзасын түрлі аурулардан қорғайды. Журналист: қандай тағамдар бұл тізімге енген? Боуден: олардың қатарында жидектер, ат бұршақ, жаңғақ, сиыр сүті, майлы балық, мал еті, жұмыртқа, орамжапырақ, алма, сарымсақ, пияз, анар және көк шай бар. Журналист: бұл өнімдердің пайдалы қасиеттерін нақтылап өтсеңіз. Боуден: мысалы, жидектердің құрамында қант аз, бірақ жасуша көп. Сол себепті олар ең пайдалы өнімдер. Ат бұршақ тоқ-ішек қатерлі ісігі мен сусамырдан қорғайды, дене салмағын реттейді. Сиыр сүті мен майлы балық жүрек пен ми жұмысына пайдалы. Алма тіс, өкпе, қан қысымы ауруларына ем деп екінші тапсырманың үшінші топқа арналған тапсырма бөлігін дәл осылай орындап шығуларыңызға болады. Ал үшінші тапсырмада дәрумендер денсаулығымыздың дәнекері деген тақырыпта берілген кестедегі мәтінді пайдалана отырып шағын мәтін құрастыруымыз керек. Біздің ағзамыз сау әрі күшті болу үшін дәрумендер өте қажет. Әр дәруменнің өз пайдасы бар, және олар түрлі тағамдарда кездеседі. А дәрумені көздің жақсы көруіне көмектеседі. Ол сәбізде, бауырда және сары майда болады. В дәрумені адамға күш береді, жүйке жүйесін нығайтады. Ол жұмыртқада, сүтте, етте және нан өнімдерінде кездеседі. С дәрумені суық тиюден сақтайды, иммунитетті көтереді. Бұл дәрумен лимонда, қарақатта және орамжапырақта көп. Д дәрумені сүйекті қатайтады, тісті берік етеді. Оны күн сәулесінен және балық майынан аламыз. Е дәрумені денені жасартады, жасушаларды қорғайды. Ол жаңғақ пен өсімдік майында кездеседі. Дәруменге бай тағамдарды күн сайын жесек деніміз сау, көңіліміз көтеріңкі болады деп үшінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Төртінші тапсырманы мұғалім тыңдалым мәтінін бергеннен кейін ғана орындай аласыздар. Ал бесінші тапсырмада ас адамның арқауы тақырыбында таныстырылым жазуымыз керек. Адам өмірі ассыз мүмкін емес. Ас денсаулық пен күштің өмірдің негізі. Қазақ халқы ас адамның арқауы деп бекер айтпаған. Ас тіршіліктің тірегі, қуаттың көзі. Астың қадірін білген халық дастарханға ерекше құрметпен қараған. Ас ішкенде аузыңа қарама, сөз сөйлегенде жауыңа қарама. Асы бардың досы бар, денсаулық зор байлық, ас оның қайнары. Адам ағзасының мықты болуы дұрыс тамақтануға байланысты. Күнделікті ас мәзірінде көкөніс, жеміс-жидек, сүт өнімдері мен ет тағамдары болуы керек. Қазақтың ұлттық тағамдары қазы-қарта, бауырсақ, ет, қымыз, айран, барлығы да табиғи әрі пайдалы тағамдар. Сондықтан адам астың қадірін біліп, таза әрі пайдалы тағаммен тамақтануы тиіс деп
дәптерлеріңізге орындауға болады. Немесе мұғалім сіздерге презентация жасаңыздар деген болса, осы видеоның астында описание бөлімінде үй тапсырмасына көмек группасы бар. Сол группаға тіркеліп, презентация аз адамның арқауы деп жазатын болсаңыздар, мен сіздерге презентацияны жіберетін боламын. Келесі қазақ тілі сабақтарын менімен бірге орындау үшін менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.